Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен жеңіл салат, өте оңай салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Оған керекті заттарымыз: 2 қызанақ, 2 қиярымыз, майонез, жүгері, өте қолжетімді заттар ғана кетеді. Өте оңай, әрі дәмді, әрі пайдалы салаттардың бірі деп айта аламын. Өздеріңіз көріп тұрғанда қиярымызды осылай турайтын боламыз. Өте оңай салат, әрі дәруменге бай салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Өздеріңіз көріп тұрғандай қиярымды осылай турап шықтым. Енді қызанағымызды 2-ке бөліп, керек емес жерін алып тастап, осылай жіңішке қылып, осынша қылып турап шығатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай қазақша контенттердің, қазақша каналдардың, менің каналымның алға қарай жылжуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, осы видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап кетіңіздер. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өстіп қызанағымызды турап болдық. Енді туралған қиярымызды, қызанағымызды бәрін бір ыдысқа салып, ішіне туралған қайнатылған жұмыртқамызды осылай қиғашынан 2-ке бөліп, қиғашынан турап алатын боламыз. 3 жұмыртқа қостым. Енді сіздер көбірек жасасаңыздар, осыны көбейтіп жасасаңыздар, 2 есеге көбейтіп жасасаңыздар болады. Өте дәмді салаттардың бірі. Жасап қызанағымыз, қиярымыз, оның үстіне жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне жаңағы туралған салатный лист жапырағын салатын боламыз. Оның орнына пекинский капуста турап салсаңыздар болады. Жүгерімізді, майонезімізді салып, осының бәрін араластыратын боламыз. Өте оңай, әрі тез жасалатын салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет салаттардың бірі. Жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет. Енді тәрелкеге салып, орналастыратын боламын. Өте керемет болып шықты салатым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, менің каналымның алға қарай жылжуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен керемет осындай рецепттермен бөлісетін боламын. Сол үшін маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Қош сау болыңыздар.